Сіздер жасанды интеллект жасаған түрлі видеоларды көріп мәз болып отырғанда, екі жасанды интеллект бір-бірімен өз тілдерінде сөйлесіп жатыр. Міне видеосы. Бұл видео қаншалықты рас? Расымен екі жасанды интеллект өз тілдерімен сөйлесе ала ма? Бірге тексеріп көрейік. Негізінен видеодағы екі жасанды интеллекттің бір-бірімен адам түсінбейтін тілде сөйлескені рас, дегенмен бұл арнайы сценарий бойынша алдын ала жасалған. Бұл Диберлинк деп аталады. Яғни бұл жүйеде екі жасанды интеллект болу керек. Одан кейін арнайы бағдарлаушы маман екі жасанды интеллектті Диберлинк жүйесіне салу арқылы бір-бірімен адам түсінбейтін тілде сөйлестіре алады. Жалпы кейінгі кездері жасанды интеллект жайлы қоғамда негатив пікір мен алаңдаушылық артқаны байқалады. Себебі әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз түрлі видеолар қаптап кеткенін көресіз. Мысалы, Pew Research Center орталығының зерттеуінше ақш тұрғындарының 51% жасанды интеллект күнделікті өмірге енуіне алаңдаушылық білдіреді. Ал алдағы 20 жыл ішінде жүйенің пайдасын арта ма деген сұраққа халықтың 17% иә деп жауап берген. Сондай-ақ олардың алаңдаушылығының негізгі себептері ретінде жүйе этиканы жиі бұзады және сайлау кезінде халықты шатастыратын ақпараттар тарату мүмкін екендігі атаған. Ал сарапшылардың пікірінше халық жүйе қолдануды дұрыс меңгерсе, пайдалы жағын көбейтуге болады деп болжайды. Ал сіз жалпы жасанды интеллектті жиі қолданасыз ба? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.